Қайырлы күн жақсыларым, бүгін сіздермен ағзаңызда йод мөлшері жеткілікті ме, соны үй жағдайында тексеретін боламыз. Ол үшін бізге дәріханада сатылатын йодтың ерітіндісі және де құлақ тазалайтын мақтасы бар таяқша керек болады. Таяқшамызды йодқа салып жақсылап матырып аламыз. Йод мақтамызға әбден сіңу керек. Өстіп сіңгеннен кейін алып, артығын ағызамыз. Кейін қолымыздың ішкі жағына видеодағыдай жағамыз. Ұйықтар алдында жазсаңыз, нәтижесін анық көруге болады. Күндіз су тиіп, нәтижесі басқаша көрінуі мүмкін. Көріп тұрғандарыңыздай 3 жолақ жасадық. Біріншісіне 1-ақ рет жақтық, екіншісіне 2 рет, ал үшіншісіне 3 рет. Дәл солай екінші қолымызға және де 2 аяғымыздың ішкі жағына өстіп жағып шығамыз. Егер ұйықтар алдында осылай жағып, таңертеңгісін барлығы сіңіп кеткен болса, онда ағзаңызда йод мөлшері өте аз деген сөз. Ондай болса 3 күн бойы дәл осылай жасап, одан кейін 1 ай демалып қайталап тексеріп көрсеңіз болады. Ақпарат пайдалы болса, осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Йод мөлшерін тексерген болсаңыз, видеоның астына міндетті түрде комментарий қалдырыңыз. Жақсы күндерде жолыққанша.